Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Кешке не дайындаймын деп ойланып, Нұрай екеуміз үй жағдайында бургер жасайтын болдық. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментариялар жазып кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге 250 мл сүт, 110 мл сұйық май, 1 жұмыртқаның ақуызы, 3 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, 1,5 ас қасық ашытқы керек. Менде юва деген ашытқы, осы ашытқымен қамырымыз тезірек көтеріледі. Және шамамен 500-600 грамдай ұн қажет болады. Жылы сүтке тұз, қант, ашытқы, сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқаның ақуызы мен сарысын бөліп, қамырымызға тек қана ақуызын қосамыз, ал сарысы бізге булочкамыздың үстіне жағуға керек болады. Керегінше ұн қосып, арғадай қамыр елейміз. Нұрай екеуміз қамырымызды дайындап болдық. Енді терең ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілем дегенше біз котлетті дайындайық. Котлетті дайындау үшін бізге бір орташа пияз керек болады. Алдын ала суға жібітілген нан және 100 мл су керек болады. Біз суды котлетіміз орысша айтқан кезде сочный болу үшін қосамыз. Нан мен пиязды блендерде езіп алдық. Енді осы массамызды тартылған етімізге қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш және өзіңізге ұнайтын приправаларды қоссаңыз болады. Мен котлетті пеште дайындайтын болғандықтан панировочный сухариға екі жағынан аунатамыз.
Табағымызға пергамент қағазын төсеп, өзіңізге ұнайтын формада котлетімізді жасап, екі жағынан панировочный сухариға аунатып саламыз. Енді алдын ала қыздырылған пешімізде 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Котлетті өзіңізге ұнайтындай пеште пісіріп немесе майға қуырып алсаңыз да болады. Котлетті дайындап болғанша қамырымыз да көтеріліп қалды. Қамырды тең 6 бөлікке бөліп, домалатып, булочканың формасын келтіреміз. Булочкаларымызды табаға салып, видеоның бас кезінде алып қалған жұмыртқаның сарысын булочкамыздың үстіне жағып шығамыз. Өз қалауыңызша кунжут сепсеңіз болады. Қызып тұрған пешке 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай булочкамыз өте жұмсақ болып шығады. Және осы рецепт бойынша бауырсақ, пирожки және тәтті булочкалардан жасаңыздар да болады. Булочка мен котлетті суытып, енді бургерді жинаймыз. Булочканы екіге бөліп, арасына соус жағамыз. Менде бұл жерде майонез бен кетчуп араласқан. Соусты жағып болғаннан кейін үстінен салат жапырағын, котлет және котлеттің үстінен өзіңіздің қалауыңызша тағы да соус жақсаңыздар болады. Қызанақ, қияр және арнайы плавленый сырды қойып, булочканың екінші бетін жауып, біздің бургеріміз дайын болды. Бургеріміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Дилара және Нұрай. Менің каналыма тіркелуді, лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.